Дулат Исабеков. Әпке. 2 бөлімді драма. Қатнасушылар. Қамажай. Омар. Інісі. Тим. Тимур. Інісі. Ермек. Інісі. Наз. Назиля. Сіңлісі. Гаухар. Назиляның құрбысы. Кама. Камиля. Тимурдың сүйген қызы. Кейіннен әйелі. Сұлтан. Тимурдың досы. Сұлухан. Светлана. Сұлтанның қасындағы қыз. Қабен. Көрші әйел. Бірінші акт. Сахна төрінен Қамажай мен Қабеннің тұлғалары көрінеді. Қараңғыдан шығып олар бер жақындайды. Қабеннің дауысы. Мен сені 3 күн бойы күттім. Адамды осылай қорлауға бола ма? Балалар оянып кетеді деп телефон соқтырмайтын өзің. Сондықтан бір пара қағаз жазып отырмын. Қымбаттым-ау. Күтудің де, шыдамның да шегі болады ғой. Неге келмейсің? Мені ұнатпайтын болсаң, күндіз телефонмен сөйлескенде оныңды ашып айт. Кісіні әуре сарсаңға салып қойғаның не? Бүгін тағы да күтем. Екеуміз әуелгі келіскен жерде. Өтінем, жүздесіп кет. Бүгін сөз жоқ, келгейсің. Өтінем, асыға күтем. Соңғы рет. Қамажай. Бір алапат сезім кіріп кеудеме, жұлқынғанда айталмадым деп неге? Өмір деген жалғыз сенің үйің бе? Халат тастап далаға жүр күйінде. Деді маған ыдыс жауып жатқанда ән естілді. Көктем кеткен шақтан ба? Дала кезген самал болып кеттім мен, оралдым ба баяғы бір шақтарға? Толқын болып тулап шықтым далаға. Екеуі қол ұстасады, бірақ ұстасқан қолдары еріксіз ажырай береді. Қамажайдың үйі шашылған, бей-берекет көрініс. Қамажай, Омар, Тимур, Назиля, кішкентай Ермек, ортада Тимур отыр. Ол Шкенге ұқсайды, алдында бөтелке. Тимур. Кетіңдер, бәріңде кетіңдер. Маған ешкімнің де қажеті жоқ. Өйткені мен ешкімге қажет емеспін. Анам болса, бүйтпес едіңдер. Қамажай. Саған не болған? Не айтып тұрғаныңды білемісің өзің? Назиля. Білмейді? Ол бүгін тұңғыш рет азамат болып, арақ ішіп келіп отыр. Азамат болғаныңыз құтты болсын. Тимур. Батыр қараңды сайрамай. Әзіліңді көтерер жайым жоқ. Бағана жұмыстан шаршап келгенімге біріңді де таппадым. Құдай сендерге тек тіл берген. Қамажай. Темір-ау, үйде болмаса қыдырып жүрген жоқпыз ғой. Тимур. Қыдырып жүрсіңдер. Паркте, жігітпен. Осы үйдің қамын ойлайтыны жалғыз мен бе? Әкелері кіреді. Бәрі тұрған орындарында қимылсыз қалады. Тимур. Наз. Қыдыр аралап жүр екен десем, әкеміз екенсің ғой. Әкелері үй ортасына кеп бәріне үнсіз көз тастайды. Тимур. Жылаған баланың үніне қарайламап едіңіз. Енді не іздеп жүрсіз? Құдайға шүкір, ер жеттік. Даусымыз да шықты, дауласып та жатырмыз. Көзіңіз өтіп кетер, сұқтанбай тез кетіңіз. Кетіңіз, кетіңіз. Қамажай. Тимур. Ол жайлап басып шығып кетеді. Оның соңынан әпкесі жүгіреді. Тимур. Әпке! Әпке! Ермек оянып кетеді де сыртқа жүгіреді. Ермек. Әпке! Әпке! Қамажай. Ермекжан, әпке дегенің қалай? Мен сенің мамаңмын. Ермек. Жоқ, сен әпкем екенсің. Менің мамам өліп қалған. Сен әпкем екенсің. Әпкем екенсің. Қамажай. Жоқ, мен сенің мамаңмын. Әпке деме, мама де, мама де, мама де. Стол басында Қамажай, сіңлісі, сіңлісінің құрбысы тамақ ішіп отыр. Назиля. Илансаң бар ғой, әпке. Таңертеңнен бері Гаухар екеуміз дым сызған жоқпыз. Қамажай. Немене, ақшаларың болмай қалды ма? Назиля. Жоқ, өзің берген бір сом ақшамда болған. Гаухар да құр алақан емес. Уақыт жоқ. Ательеге барып едік, 40 адам көп екен. Шаршап өле жаздадық. Так что, әпкешка, бүгін алдымызға күн жара қойсаң да, жей береміз. Қамажай. Ақшаларың болмаса, ательеге неге барып жүрсіңдер? Назиля. Бұрынғы ақшалы кездерім еске түсіп, ательеге ақшалы адамның баруы жаңалық емес.
Қолыңнан келсе, ақшасы барып көр. Жай айтқаным ғой. Әпке дейм, ательеге маркизе түсіпті. Гаухарда азынаулақ ақша бар екен. Мен одан қарыз ала тұрмақ едім. Жете алмадық. Жете алмағанымызда дұрыс болды. Әйтпесе кейін қайдан тауып берер едік. Қамашай, неге? Тауып береміз. Тимур ертең айлық алады. Назила, оның айлығы өзінен артылмайтын болды. Өткен жолы мен оны паркте бір қызбен көргем. Меніңше, финанс жағын сол кісі басқаратын болу керек. Ал, енді іске кіріселік. Екі құрбы сықлықтай күліп, тамақтан қарбытып жеуге кіріседі. Қамашай, ойбай-ау, сендердің қарындарыңның аш екенін білмей қалдым ғой. Тамақты мол жасайтын едім. Әлгі Темірбек бір жолдасымды ертіп келем деп еді. Сол екеуінің жарайды. Сол екеуінің сыбағасын салып берейін. Гаухар, жоқ апа, керек емес. Бізге осы да жетеді. Қамашай, азаннан бері дым сызбасаңдар, қайдан жетсін? Оларға котлет қуырып бере салармын. Әкеліңдер ыдыстарыңды. Назила, біздің әпкешка бала сияқты. Не айтсақ, соған сене береді. Үйге Темірбек және гитара көтерген бір жігітпен екі қыз сау етіп кіріп келеді. Бәрі көңілді. Қамашай тамақ қамын ойлап аңырып тұрып қалады. Назила, әпкешка, котлетті көбірек қуыр. Темірбек, біздің үйде той болып жатыр-ау шамасы. Мамуля, мен білмейтін бұл қандай той? Қамашай, той емес, жай өзіміз. Жігіттер, қыздар, жоғары шығыңдар. Ермекжан, сен өз бөлмеңе бара ғой, қаны. Ол кетеді. Ал төрдетіңдер. Темірбек, мамуля, біздің үйде той жоқ дейсің. Неге той жоқ? Той бар. Енді болады. Бүгін 2 жылдан бері бір заводта істеп келе жатқан менің ең жақсы досым Сұлтанның туған күні. Және ол біздің босағаны бірінші рет аттап отыр. Демек, біздің үйде бір емес 2 той өтуі тиіс. Ал Камила, шығар сумкадағыларыңды. Камила, құп болады. Қамашай, Темірбек-ау, мындаларың. Күні бір неге айтпадың? Ят болып қалды ғой, а? Ылғида асығыс, тым болмаса телефонмен бір ауыз айта салсаң етті. Темірбек, ничего, мамуля. Қуаныш атаулының ойда жоқта болғаны жақсы. Күні бірін білген қуаныш емес. Эффектісі аз болады. Ал Сұлтан, бұл кісі менің әпкем. Өзім мамуля деп атап кеткем. Мына қыз қарындасым. Оның қасындағысы подружкасы. Екеуі институтта бірге оқиды. Ал мына екі қыз, Камила және Светлана. Қазақша аты Сұлухан. Аты не очень удачный. Сондықтан Светлана деп кеткенбіз. Все мы уже знакомы. Моя миссия окончена. Теперь прошу за стол. Бәрі столға отырады. Қамажай, ал, туған күнің құтты болсын інішек. Қуаныштымыз. Темірбек жанның досы болсаң, менің де туған інімсің. Ал өздерің отыра тұрыңдар. Мен барып котлет, тамақ дайындап жіберейін. Шығып. Темірбек, Наз, сен де осы үйдің қонағымысың? Мамуляға барып көмек бермейсің бе? Назила, мынау экстра ма? Темірбек, болса қайтейін деп ең. Назила, сағат 7-тен кейін арақ сатылмаушы еді ғой. Камила, жеңілтегенмен, біз оны рестораннан алдық. Назила, неткен байлық. Ал біз Гаухар екеуміз ақшаның жоқтығынан күні бойы тамақ та іше алмадық. Темірбек, байлық еш уақытта жұртқа бірдей бөлінбейді. Назила, таба алмай жүрген асыңның ит жегенін көресің. Ретсіз бөлген дүниенің айтшы құдай төресін. Темірбек, тоқтат. Тіліңді кесіп, язык отварной жасайым. Назила, таптырмайтын деликатес. Менің тілім міне. Кішкентаяқ. Төртеуіңе жете қояр ма екен? Жарайды, өзім закуска болғанша ас үйге барып бірдеңе әзірлесейін. Жоғары мәртебелі тақсыр. Иіліп тағзым ет. Темірбек, жоғалт көзіңді. Назила, құп болады, көзімді жоғалтайын. Лып етіп шыға жөнел. Темірбек, сендер оның сөзін көңілдерің алмай қойыңдар. Ол бұлай енді аздап, ненормальныйлау. Светлана, дегенмен бізді ұнатпай қалғаны анық. Тілінің уы бар қыз екен. Камила, қазіргі заманда жұрттың бәріне бірдей ұнай беру шарт емес. 20-шы ғасыр. Ғылыми-техникалық прогрестің ғасыры ғана емес, субъективті пікірдің ғасыры. Біреуге ұнау үшін әрекет жасау бекершілік. Сигарет тұтатады. Сұлтан, біреуге ұнамауды мақсат етуде адамды рухани тұйықтыққа итермей ме? Камила, сен мені түсінбей қалыпсың. Біреудің қас-қабағына қарап, соның ақылмен өмір сүру қайткен күнде де оған
өзің жайлы жаман пікір қалдырмауға тырысу адамды ой бостандығынан айырады. Ал ой бостандығы болмаған жерде, айталық сенің қолыңа гитара ұстап, туған күніңді думандатып, маған қарсы дау айтып отырғаныңа қарамастан, тіпті 12 мүшесі сау, қаланың ортасынан алған 3 бөлмелі пәтеріңе, жергілікті комитеттің мүшесі екеніңе де қарамастан, мына сен сыртын термен қаптай салған тұлып болар едің. Сұлтан, солай де. Ашулануға тұрарлық сөз екен. Бірақ жақын досының үйіне алғаш рет келіп отырғандықтан, шаңырақтарыңның шырқын бұзғың келмей отыр. Дегенмен айта қош, жұрттың бәріне бірдей ұнамауды мақсат еткен адам ғана ой бостандығының иесі санала ма? Объективті пікір деген бар емес пе? Светлана, жоқ. Сұлтан, қалайша? Объективті пікірді жоққа шығарғың келме? Светлана, жоққа шығарғың келмейді, өйткені ол болған емес. Объективті пікір деген субъективті пікірлердің жиынтығы. Сұлтан, ал әйтпесе 20 ғасырдың жойқын инглисі арамызда жүр екен ғой. Гаухарға қарап. Бұған сіз қалай қарайсыз, қарындас? Гаухар, мен бейтаныс адамдардың алдында пікір айтпаймын. Сұлтан, бұл да өзінше жаңалық екен. Қалыс қалудың сәті табыла кеткен түрі ғой. Темірбек, жолдастар, айтысты тоқтатуларыңды өтінем. Светлана, жоқ, жалғастыра берсін. Мен үшін өте қызық. Меніңше дастархан басындағы адамдардың сөзінен ақ бүтін бір қоғам мәдениетінің даму деңгейі көрінеді. Білімді жастардың айтысы да, тартысы да әлеуметтік биіктен басталу керек. Объективті және субъективті пікір дегенді мен күнде естіп, сол сөзді өзім қолданып жүрсем де, анығына жете алмаймын. Сұлтан, ол жөнде сенің ойың қалай? Сұлтан, сен өз сұрағыңа өзің жауап беріп отырсың. Мен өз пікірімді айтсам, демек ол субъективті пікірім. Ал көпшілікке ұнайтын ойымды айтсам, ол объективті пікір. Камила, бұл слишком арифметикалық жауап. Егіні екке қосқанда 4 болады деген сияқты. Бұлай бастауыш мектептің оқушысына ғана түсіндіру керек. Айтпақшы, жақында бір бала мұғалімнің 2 алмаға 3 өртті қосқанда қанша болады деген сұрағына ойланбастан компот болады деп жауап беріпті. Мен сенің жауабыңа толық қанағаттана алмадым. Әлгі баланың жауабы сияқты жаңа мотивировка жоқ. Сұлтан, гитарасын қағып жіберіп, мен үшін бұл соншалық маңызды мәселе емес. Камила, неге? Біздің әрбір құбылысқа деген өз пікіріміз болу керек. Онсыз адам болудан қаламыз. Өз пікірі, өз ой болмаған адам алдына ешқашан мақсат қоя алмайды. Демек ол өз бақыты үшін қалай күресуді, өз ғұмырын қалай құруды да білмейді. Назира келіп столға ыдыс аяқтар қояды. Сұлтан, ал сен өзің білесің бе? Камила, білем. Мен жақсы білем. Мен өз бақытым үшін күресе аламын. Сұлтан, ал сен сол бақыт дегенің не екенін білемісің? Камила, оны да білем. Бақыт деген, мына сендер түсінетіндей ылғи қуаныш, ылғи сәттілік емес. Бақыт деген азап. Темірбек, азап? Камила, иә, азап. Бірақ ол бос сергелдең, күйбең тіршіліктің азабы емес. Үлкен мақсатқа барар жолдағы азап. Циолковский, Достоевский, Королев. Қалай ойлайсыңдар? Солардың бәрі рахат тұрмыс кешті деп ойлаймысыңдар? Олардың бүкіл ғұмыры азаппен өтті. Адамзат үшін, ғылым үшін азап шекті. Міне, бақыт деген сол. Сұлтан, дұрыс, олардың бәрі ұлы жаңалық ашты. Ал сен ше? Сен қандай жаңалық ашасың? Камила, мен ешқандай жаңалық ашпаймын. Сұлтан, Құдайдың мұнысына да шүкір. Камила, иә, Құдайға шүкір, ашпаймын. Сұлтан, сондағы сенің айтпағың не? Жаңалық ашпайсың, диссертация қорғамайсың, демек азаптанбайсың. Сөйтіп тұрып, өз бақытым үшін күрес алам деймісің? Ол қандай бақыт? Ол қандай күрес? Камила, ол өз дегенімізше өмір сүру. Адам болып жаралғалы, сол үшін күресіп келеді. Олар не үшін күресті? Не үшін құрбан болды? Сол күрес атаулыны қарулысы бар, қарусызы бар. Бәрін жиып беріп келесі ұрпаққа қалдыру үшін ғана ма? Жоқ. Сол күрестермен жеңіс атаулының жемісі мына біз. Алдыңғы ұрпақ, соңғы ұрпақтың бақыты үшін мәңгі күресіп келеді ғой. Солардың тыныш ұйқысы үшін, солардың бейбіт тіршілігі үшін, керек болса, солардың бейғам өмір үшін де күресті. Акоптан жазылған хаттар солай дейді. Оны осы отырған бәрің де білесіңдер. Сол бақытты ұрпақ мына біздерміз. Біздің қалауымша өмір сүруге тиіспіз. Сұлтан, тырнақтап жиғанды етектеп төгіп алмаймыз ба? Камила, төкпейміз. Назила, өмір көрсетер оны.
жалпы жалынды сөйлеген адамнан күдіктенем. Өйткені олар көп ретте жалған айтады. Меніңше бақыт деген сөз бен істің бірлігі. Демек, жалған сөйлемеу. Біз дастархан басында ғана ақылдымыз, дастархан басында сұлу сөйлеуді әбден меңгергенбіз. Ал өмірде сол айтқанымыздың бірде-біреуін орындай алмаймыз. Сөзіміз бен ісіміз алшақ. Бұл бақыт емес. Зор. Светлана, бұл сіздің өмірден түйген философияңыздан гөрі бізге деген күдігіңізге көбірек ұқсайтын сияқты. Кама дұрыс айтады. Әңгіме жаңалық ашуда емес. Менің атам 18-ші жылы Ақтөбеде Ақтармен шайқаста қаза тауыпты. Баламның бақыты үшін депті. Баласы, яғни менің әкем, отан соғысында Сталинград түбінде белгісіз төмпешік болды. Балаларының бақыты үшін деп мерт болды. Енді біз неге бақытты тұрмыс құрмаймыз? Бүтін бір екі ұрпақ ғұмырын қиғанда келмейтін ол не деген бақыт? Осы кезде Қамажай тамаға келіп столға қояды. Келіңдер, жолдастар, бәріміздің бақытымыз үшін бокалдар шарапқа толсын. Бәрі. Мәні ғажап сөз. Ал, құйыңдар. Сұлтан. Қане апай, қарындастар, сіздер де бокалдарыңызды толтырыңыздар. Ұябас. Қамажай. Жоқ, мен мұндайды аузыма алған емеспін. Болмайды. Светлана. Болады. Осы уақытқа дейін аузыма алмадым деген сөзге өзім иланбаймын. Қазір үйренбесеңіз, кейін кеш болады. Мына іні қарындастарыңыздың бақыт үшін алмауыңыз күнә. Және бұл бақыттыдан шыққан дүние жүзіне әйгілі ақ дәм портвейні. Бұл бүгін ғайыптан ғайып қолымызға түсіп отыр. Әйтпесе бұл экспорттың ғана дүниесі. Оның үстіне мен сөйлеп тұрмын ғой, қаны? Қамажай бокалды аузына апарады. Міне солай, қаны, тағы. Аяғына дейін енді қане. Бәрекелді. Темірбек, ал енді ауыр артиллерияға сөз берейік. Қолына рақталып қарындастарына қарайды. Сен де қылғытып салғансың ба? Нәзира, ауыр артиллерияңның мағанда ғой. Қазір үйренбесем, кейін кеш болады. Кама, жоқ, бұл қыздың тәртібінің маған ұнайтын түрі жоқ. Нәзира, қазіргі заманда жұрттың бәріне бірдей ұнай беру мүмкін емес. Тимур, Наз, доғар енді. Нәзира, мен бас артық сөз айтып қойдым ба? Кешірім өтінем. Светлана, ал жігіттер, қыздар, мына тосты жігіттің сұлтаны сұлтанның бақыты үшін алғын келеді. Бәрі келді. Түгел. Қамажай бәйек болып бәріне тамақ салып беріп жатыр. Алыңдар. Ұялмаңдар, кәне, ала ғой. Камила Темірбектің иығына басын қояды. С тобой как хорошо? Қамажай, сіңлім, шай ішші, басың ауырып отыр ма? Камила, жоқ, я так хочу. Темірбек, котенок мой, маленький мой, иығынан құшақты. Нәзила, ағамыз ақырында мысық алып тынатын болды ма? Қамажай, мейлі, ауырмасаң бопты. Камила, Тим, с тобой как хорошо. Нәзила, әпке, сіз температурасы көтерілген адамды ғана ауру деп санайсыз ба? Махаббат та ауру. Одан да адамның қызуы көтеріліп, қан қысымы жоғарылайды. Темірбек, Наз, не болған саған, тоқтат енді. Нәзила, жоқ, тоқтатпайым. Әпкемнен мына өз үйіңнің шаңырағынан, қарындастарыңнан ұялсаң етті. Өз туыстарының алдында бұл күнә ғой. Қамажай, қой деймін. Нәзилаш, Теміржанның достарының көңіліне тиме. Нәзила, олар бізді неге сыйламайды? Светлана, сіңілім, сен қонақ жай емес екенсің. Нәзила, солай ма? Онда кешіріп қойыңыз. Сіздерге барлық жағдайды жасап, жарықты сөндіріп шығып кетсек қайтеді? Көршілерге барып, қонып, таңертең бірақ келсек, содан соң сүт қосып шай берсек, сонда қонақ жай қыз болам ба? Камила, Тимур, сен сау бол, мен кеттім. Сенің туыстарыңа ұнамайды екен. Темірбек, Кама, тоқта. Үйден бәрі шығады. Гитарасын қасақана дарылдатып, Сұлтан шайқала басып есікке беттейді. Темірбек, тоқтаңдар дейін бәріне. Сұлтан, Светлана. Үйде өздері ғана қалады. Төртеу төрт бұрышта сілейіп тұр. Есік алдында Тимур. Қамажай, не болып кетті, құдай-ай, өңмен түстей. Теміржан, қарындасыңның балалығын кешір. Япырмай әуре болып жасаған тамақты да іше алмадыңдар ғой. Тимур, құрып қалсын тамағың. Нәзила, әпке, мынау тағы да күнәға батты. Тимур, жоғалтарман көзіңді. Осы қыздың қырсы қотып болды ау. Тіліңді ыстық темірмен қарсам екен, а? Нәзила, сен язык отварной жасайым деп едің ғой. Онда язык жареный болады. Тимур,
жер тепкілеп. Тоқтат дейм. Қылғындырып өлтірем, білдің бі? Қоздыра берме менің ашуымды, қоздырма. Нәзила: енді тісіңді қайрасаң, тіпті қатып кетеді. Тимур: ай сайтан алғыр, оған тап береді. Нәзила басқа бөлмеге қашып кіріп, есікті тарс жауып алады. Қашан күйеуге тиіп, қарасын батырар екен осы, а? Қамажай: туған қарындасыңа солай деп айтам екен? Теміржан-ау. Нәзила ішкі жақтан дауыстап: мен аспирантураны бітірмей тұрмысқа шықпаймын. Ал қазір институттың 4-ші курсында ғана екенді білетін шығарсың. Қамажай: Нәзила, жетеді ғой енді. Сөз таластыра бермесеңші, Нәзила. Тимур: мұндай боларын білгенде мен жолдастарымдегі ертіп келмей-ақ кафеге апарып сыйлайтын едім. Енді олардың бетіне қалай қарамақпын, а? Киімін киет. Қамажай: қайда бармассың? Тимур: кеттім. Әлгілерді қуып жетуім керек. Есікті тарс жауып кет. Ішкі үйден Нәзила шық. Нәзила: Гаухар, кешірші. Сен әбден жалғызсырап қалдың ғой. Қазір екеуміз ағдам шарабын ішеміз. Ағдам. Қамажай: Нәзила, мынауың қалай, а? Өз ағаң емес пе? Сонша қарсыласпасаң етті. Нәзила: білмейм, мен дұрыс жасамағанда шығармын. Бірақ әлгі қыздың тым еркінсіп, ят-аятты естен шығарып бара жатқаны жыныма тиді. Я так хочу деп Тимурды құшақтап апты. Котенок мой деп, бұл да өліп бара жатыр. Қамажай: әйткемен ренжіп кетті-ау. Қазіргі жастарға ескерту жасасаң да жақпайсың. Ыдыстарын алып ас үйге. Гаухар: біраз уақыт болып қалды, мен қайтайын. Нәзила: қона кетсеңші. Гаухар: басқа бір уақытта. Қызық болды өзі, а? Осының бәріне мен кінәлі сияқтымын. Солай сезініп отырғаным. Нәзила: бөлмелеріңде бәрібір бүгін ешкім жоқ қой. Екеуміз әңгімелесейік. Гаухар: бүгін жалғыз жатқым келіп. Қамажайдың інісі аспирант Омар кіреді. Гаухармен бас изеп амандасып, портфелін қояды. Қамажай: ту, Омар-ау, таңертең кеткеннен енді келдің ба? Әбден қарның ашқан шығар. Жоға матадай боп-боз болып кетіпсің ғой. Омар: дұрыс айтасыз, таңертең бері дым сызған жоқпын. Кітапханадан шығуға мұршам болмады. Қамажай: денсаулығыңды бұзып алмасаң жарар еді, тамақ істайын. Омар: жоқ, сіз әуре болмаңыз. Байқауымша бұл үйде қонақтар болып кеткен сияқты. Демек мен сізде шаршаған болуыңыз керек. Маған 2 стакан, тіпті 1 стакан ыстық сүт болса жетеді. Қалғаны осы жерден де табылатын сияқты. Қамажай шығып кетеді. Нәзила: қалай? Диссертация бітуге жақын ба? Омар: жақын. Тіпті дайындауға де болады. Бірақ өзге ғалымдарға ұнағанмен өз көңілім қанағаттанбайтын сияқты. Нәзила: осы уақытқа дейін қанағаттанбайтын не деген көңіл ол, а? Омар ашуланып, көзілдіргін түзеп: есіңде болсын, сен менің ішкі жұмысыма араласпа. 5 жыл ма, 10 жыл ма, тіпті өмір бойы ма ойлаған мақсатыңа жете алмасаң, көңілің қанағаттанбайды. Және мен ғылыми атақ үшін ғана тіршілік етіп жүргенім жоқ. Нәзила: айтшы, бақыт деген не? Біз әлгінде осы тақырыпта дискуссия өткізіп көп таластық. Омар: айтайын. Бақыт деген әр адам әртүрлі түсінеді. Диалектикалық материализм тұрғысынан келетін болсақ, бақыт деген... Нәзила: біз мұны институтта да оқып жүрміз. Сенің өз топшылауың қалай? Омар: әр адамның жеке топшылау дегенге мен түсіне алмаймын. Өйткені белгілі бір қорытындыға келу үшін адам өз өмірінде басынан өткерген оқиғалар мен өзге адамдардың жалпы тіршілігін, санасын ойша таразылап, оны диалектикалық заңдылық арқылы топшылауға тиіс. Және оны жалаң ұғымға емес, ғылыми ұғымға негіздеген жөн. Жер бетіндегі ең прогресшіл, бірден-бір дұрыс ілім марксизм. Демек, әрбір сұрақтың шешімін табу үшін белгілі бір ғылымға сүйену керек. Сонда ғана дұрыс жауап ала аласың. Нәзила: я, сонымен тоғытерін айтшы. Омар: сонымен тоғытерін айтатын болсам, бақыт дегеннің өзін бірнеше салаға бөлуге болады. Семьядағы, қызметтегі, махаббат, тағылар саласында. Осының бәрін синтездеп келген соң, сол жеке адамның өмірі мен қоғам мүддесіне, оның ішкі сыртқы саясатына, халықаралық аренадағы беделіне көз жіберу керек. Қоғамсыз адам жоқ. Демек, әрбір адамның қуанышы, күйініші, мүддесі өзі өмір сүріп отырған қоғам мүддесімен сәйкес келіп, өз тіршілігінде іздеген мақсатына жетсе, немесе соған жету жолында аянбай күрес жүргізсе, оның өмірі бақытты өмір. Қортып айтқанда, бақыт деген
Жеңіс немесе жеңіске апарар күрес. Қамажай кіреді. 3 стақан сүті бар подносты Омардың алдына қояды. Қамажай бос сөзбен Омардың миын қатыра бермеш, онсыз да ол қалжырап келеді. Назила: жарайды, екеуіңізбен де келістім, бірақ Омарға қоятын тағы да бір сұрағым бар. Айтшы, көп ізденетін жас ғалым, әрі жас, әрі көрікті қызды үйіне жалғыз қайтарғанда өзін қалай сезінеді? Гаухар: Назила, сенің мұның не? Мен өзім ақ қайтам. Троллейбустың аялдамасы үйдің дәл іргесінде, тура жатақханаға апарады. Омар: даусын қырнап: әрине, бұл ешқандай әлемде көрсетілмеген. Бұл жеке адамның ішкі тіршілігі. Қыз баланы түнде жалғыз қайтаруға болмайды. Киіне бастайды. Гаухар: қойыңыз, әуре болмаңыз. Назилай, сен де қайдағыны шығарасың. Мұндай боларын білгенде мен бағанақ кетіп қалатын едім ғой. Сіз тамағыңызды ішіп алсаңызшы. Омар: мен сіздің қайтқалы тұрғаныңызды байқамаппын. Аңғырттық дегеннің өзі адам өміріне көп кесірін тигізеді. Жүріңіз. Сөзін жалғастырып сыртқа беттейді. Ал байқамаған нәрсеңді еске түсірген адамға осындай сәтте шын риза екеніңді жасырмауың керек. Бұл ретте мен өз қарындасыма рахметімді айтам. Есіктен шығады. Есік жабылған соңда Омардың даусы естіліп тұрады. Диалектикалық материализм тұрғысынан қарағанда, қыз баланы үйіне апарып салу деген. Телефон шырылдайды. Қамажай: алло, мен ғой. Жай өзіміз. Не істеп отырушым? Балаларға тамақ беріп. Енді ыдыс-аяқ жолға кіріскелі жатырмын, иә? Назила ма? Қолдар тимейді, сабақтары ауыр ғой. Өзімнен артатын тірлік те жоқ. Иә. Не? Концерт? Мүслім Магомаевтың? Маған билет алып қойдың ба? Ой, көп рахмет. Жол-жөнекей бізге соға кет, бірге шығайық. Жарайды, сау бол. Қамажай еден жуып жүр. Шүбірегін сығып, шелегін көтере бергенде үйге Тимур кіріп кетеді. Әлі ренжулі. Шкафты ашып, ақ көйлегін, костюмін киеді. Қамажай: қайда жиналдың? Тамақ ішпейсің ба? Тимур: жаңа асханадан ішкем. Галстугын байлайды. Қамажай: жұмыстан шаршап келеді деп. Тимур: рахмет. Қамажай: Омар Ленинградқа ұшады екен. Жетекшісі шақыртыпты. Тимур: тағы да ақша құртады десеңші. Қамажай: өз стипендиясы өзіне жетеді ғой. Тимур: жолына жетер. Онан соң не істемек? Қамажай: енді бір мәнісі табылар. Диссертацияны абыроймен қорғап шықса. Тимур: ай қайдам, көп болды сандалғанына. Платон болам деп жүрмекен? Қамажай: Платон болмаса да азамат болар. Аған ғой әйтеуір. Тимур: бір жолдастың үйіне баруым керек еді. Қолың тисе, мына костюмді үтіктеп қойшы. Қамажай: ойымнан шығып кетіпті ғой. Тимур бәтеңкесін қолына алып әрі-бері қарайды. Тимур: жұртқа көрсететін жөнді бәтеңкем де жоқ екен өзі, Қамажай: ертеңгі айлығын алайық, өзің таңда. Несі бар? Тимур: ертеңгі жалақымды қарыздарыма берем. Қамажай селт етіп: қарыз? Қарыз несі? Оны неге алып жүрсің? Тимур: бір шаруаға қажет болып қалған еді. Қамажай: бір шаруаға? Омар Ленинградқа жүретін еді. Тимур: жүрсе қайтпекпін. Естідің ғой? Естідім. Неменестен қайталай бересің? Барсын. Қамажай: барады ғой, енді барады. Неменеге зіркілдейсің? Не болып кеткен саған? Бұрын мұндай мінезің жоқ еді. Назила мен Гаухар кіреді. Екеуі де көңілді. Тимурды көріп күлкілерін тия қалады. Назила: сен үйде ме едің? Жұмыстан қашып жүрсің бе? Тимур: иә, қашып жүрмін. Назила: сыртта бас ауыратын қыз күтіп отыр. Тимур: мені кімнің күтіп тұрғанда шаруаң болмасын. Назила: үстіндегі көйлегі ғажап екен. Біздің атымыздан құтты болсын айта бар. Гаухар екеуміз маркизетке жете алмай жүрсек, ол шифоннан тіктіріпті. Байлық не дегізбейді, жоқшылық не жегізбейді деген осы ғой. Тимур: иә, солай. Еске беттейді. Назила сықылықтай күліп, оған сіріңке ұсынады. Назила: сіріңке ала кет, лақтырады. Тимур: оны қайтем? Назила: бізді танымай қалып, темекі тұтату үшін сіріңке сұраған. Тимур ойланып тұрып жердегі сіріңкені алады. Шаңқа шығып. Назила: бүгін күн қандай тамаша. Әпке, бізбен бірге қыдырсаң қайтеді? Институттың 40 жылдығын атағалы жатырмыз. Алматы телестудиясы арнайы хабар жүргізеді. Бүгін репетиция болады. Солардың ішінде бір комментатор жігіт бар екен. Сол жігіт біздің Гаухарға ғашық болып қалды. Қамажай: бірақ күнді ма? Назила: жоқ, 15 минуттың ішінде.
Гауһар: рас, менің адресімді сұрады. Ол ма хабар жүргізгенде мені көбірек көрсетуге уәде берді. Бізбен бірге болсаңыз, комментатордың маған деген ықыласының арқасында бүкіл республикаға көрінесіз. Рас айтам. Қамажай: солай деңдер. Қыздарға қосылып, ол да күледі. Одан қашан қайтасыңдар? Гауһар: түнгі сағат 10-нан қалмаймыз. Қамажай: мен бармай қояйыншы. Комментаторларыңа ұнамай қалсам, сендерді де көрсетпей қояр. Үйде болайын. Назила: шынымен бармайсыз ба? Қамажай: жоқ, өздерің-ақ бара беріңдер. Назила: олай болса, шкафқа барып көйлегін алады. Мынаны бар ғой, бүрмесін ұзартып, білдірмей қайта тіге салыңызшы. Ертең театрға осыны кимесем, басқа көйлегім жоқ қой. Қамажай: жарайды. Назила: әпке десе, сен ренжіп тұрған жоқсың ба? Қамажай: мен ба? Мен не деп ренжеймін? Денің сау ма сенің? Назила: алтын әпкесінен сол. Бетінен сүйіп, екі қыз шығып. Қамажай шкафтан Тимурдың костюмын алып тазалай бастайды. Үтікті қыздырып, рәкені солап жүргізе бергенде сырттан Ермек жылап кіреді. Ол үтікті тастай салып, інісіне жүгіреді. Қамажай: құлыным, не болды? Кім тиді саған? Ермек: Марат ұрды. Қамажай: ол сен неге ұрады? Ермек: ол айтады, менің папам әскери ұшқыш дейді. Қамажай: несі бар, оның папасының әскери ұшқыш екені рас. Ермек: мен айттым, менің де папам әскери ұшқыш дедім. Қамажай: я, ол да ұшқыш, бірақ ол Мараттың папасындай әскери ұшқыш емес. Ермек: неге? Қамажай: құлыным-ау, жұрттың бәрі әскери ұшқыш бола бере ме? Жарайды, шешініп барып тынығып ал. Далада күн шыжып тұр. Саған қазір салқын компот берейін. Ермек: жоқ, ішпеймін. Қамажай: неге? Ермек: сен шыныңды айтпасаң, ештеңе де ішпеймін. Қамажай: Ермекжан, сен не деп отырсың? Менің саған нені айтуым керек? Ермек: Марат айтады, папаң сендерді тастап кеткен дейді. Ол ешқандай да ұшқыш емес, ол өтірік айтады ғой, я? Қамажай: кейін түсінесің құлыным. Кейін, жарай ма? Оны құшақтаған күйі басқа бөлмеге алып, стол үстіндегі үтік қатты қызып, түтін шыға бастайды. Үйге кеше телефонмен сөйлескен көрші әйел сөйлей кіреді. Көрші әйел: кешіктім-ау деймін, әлгі балшық болып кеткір байы құрғыр командировкаға барам деп. Барсаң бар дедім. Мен де бір бейсабыраз болып: әй Қамажай, ойбай, өрт қой мынауың. Қамажай: бұл үйде ешқандай да өрт жоқ. Көрші әйел: қайдан білейін? Басы болса әйел, ерсіз аттай секемшіл келеді. Әй, саған не болған? Ұйықтап тұрғаннан саумысың? Қамажай: жаңа Ермек даладан жылап келіп. Көрші әйел: өзің де қосыла ұйықтап кеткенсің ғой. Қамажай: иә, қосыла ұйықтап кет. Көрші әйел: шаршайсың. Себебі бұл үйде батарей жоқ. Батарей ол еркек. Қанша маубас болғанмен, еркек жарықтық қой. Батарей. Ой, сасқан үйрек артымен сүңгір деген. Ал жинал, кешігіп қаламыз. Қамажай: қайда? Әйел: концертке де Мүслім Магомаев бізге жыл сайын келе береді деймісің? Ой, шіркін-ай десе дегенде ағоза, телевизордан көргенде аллай жүрегім дірілдейді, Қамажай: концерт бар екен ғой, Мүслім Магомаев. Я. Әйел: не болды саған? Қамажай: жай бір басым ауырып, мазам болмай тұрғаны. Әйел: концерт кеше? Қамажай: жоқ, бара алмаймын. Көңіліңе рахмет. Әйел: қап, ыңғайсыз болды-ау. Қамажай: неге ыңғайсыз? Әйел: жасыратын не сыр бар? Мен кеше бір кісі емес-ау, енді бір жігітке уәде беріп едім. Билет алғанда да сол бейбақ сені концертте таныстырмақ едім. Келмейтініңді білген соң қапаланатын болды ғой. Қамажай: япырай, тіпті қапаланар күйге де жеткен бе? Кекесінді түрде: білмеген адам уыш еттеген осы ғой. Бұлай боларын байқамай қалдым. Күні бұрын кешірім өтінем. Әйел: амал қанша? Мен алмаға телефон соғайын. Өкпелеп қалып еді. Телефонға жетіп барып бұрай бастайды. Алло, өзің бей? Қамажай, капут болды. Такси ұстада тез сарайға жет. Я, қазір. Өй, құрсыншы күйеу деп. 2 сағат балалардың қасында отыра тұрса қатын болып қалмас. Ал шық, тез. Бақытың бар екен, Қамажайға қарап: мен кеттім. Жақсылап шай іш, концерттен шыққан соң кіре кетем. Қамажай: жолың болсын. Әйел шығып кетеді. Қамажай костюмді орындықтың арқалығына кигізіп, сіңлісінің көйлегін алады. Қамажай өзіне өзі: концерт, бақыт.
Көйлектің тігісін сөгіп, әс тігетін машинаға отырып, сырылдатып жүргізе жөнеледі. Тимур кіреді, асығыс. Қамажай оның алдына жүгіріп шығады. Қамажай: Теміржан, кешірші мені. Әлгінде ермек даладан жылап келіп. Тимур: мамуле не боп қалды? Қамажай: соны жұбатам деп жатқанда. Тимур: қойсаңшы. Тезірек, менің 1 минутта уақытым жоқ. Костюмді тіктеп қойдың ба? Қамажай: жоқ, бүлдіріп алды. Тимур: бүлдіргені қалай? Орындық арқалығының костюмін алып, күйген жерін көреді. Қамажай: солай болды, есімнен шығып. Тимур: көшеге киетін жалғыз костюмды ақыр өртеп тыңдыңдар ма? Енді қайтем? Қамажай: алармыз. Тимур: алармыз, көрерміз, бір мәнісі табылар. Немен аламыз, немен көреміз? Бір мәнісі қалай табылады? Бір туфли ала алмай жүргенде. Қамажай: қайтемен, әдейі істеген жоқпын. Тимур: ал бүгін немді кием? Жиынға майкамен бармақпын ба? Қамажай: Омардың костюмін кие тұр. Тимур: сонда Ленинградқа майкамен кетсін ба? Қамажай: Құдай-ай, енді не істесем екен? Білдірмей жамап берейін, а? Тимур: жамап? Енді жамау костюм киюім қалған екен ғой. Осы үйден бір береке таппай-ақ қойдым-ау. Қамажай: неге олай дейсің? Береке таптырмай жүрген кім саған? Аузыңа не келсе соны айта салатыныңды қайдан шығарғансың? Тимур: жалғыз костюм жанып кетсе, енді не демекпін? Қамажай: жамбасы құрып кетсін. Костюм деп төбемді оятын түрің бар ғой өзіңнің, а? Керек болса баратын жеріңе жалаңаш бар. Мен бір әдейі өрттегендей. Осылар ренжімесін, осылар қабақ шытпасын деп, жарғылағым жастыққа тимей жүргенде естір сөзім осы ма? Даладан ашуланып келсеңдер, маған зіркілдейсіңдер, қуанып келсіңдер, маған еркелейсіңдер. Ал мен кімге ұрсам? Мен кімге еркелеймін? Мен де адаммын ғой. Көңіл жырту, мата жыртудан оңай ма сендерге? Ал, кет басыңның ауған жағына. Кет! Тимур: қайт етсе көзінің жасы дайын тұрады бұлардың. Костюмын қолына алып әрі-бері қарайды. Қолын бір сілтеп қайта орнына қояды. Телефон шырылдайды. Тимур: алло, Кама, қазір. Бір шаруаға алданып қап шыға алмай жатырмын. Ал ұштым. Трубканы орнына қояды. Қамажай шығады. Ашуы тарқаған. Қамажай: қайда кеттің тағы? Қашан келесің? Тимур: мүмкін келмеспін. Мені күтпей-ақ тамақтарыңды іше беріңдер. Қамажай: Теміржан, байқа, төбелестен аулақ бол. Әйел кіреді, көңілді. Әйел: қалай, бас қалай? Қамажай: қойған сияқты. Концерт жақсы өтті ма? Әйел: айтпа дейм. Халық деген шыш. Ана ақжалдар бар ғой, я? Қара жал біздер бар. Қошқар көрген саулықты әй маңырадық кеп. Дауыс деген. Аллай, кеудеңді сыздатадай. Қамажай: чемоданға заттарын салып жатып, тағы да келетін шығар. Әйел: қайдан келсін? Енді Римге кетеді. Одан Испания сат, жұрттікі сол. Барам дейді, барам, алам дейді, алат. Біз сорлы ғой, қоңырсыған қолаңсаның қасында мяу деп. Мұндай өмірдің өлігініз. Уйбай, астапыралла. Қамажай: амал қанша? Дарын деген баршаға бөліп шашылатын несіп емес. Әйел: қалай, алғи маған қарап айтты, кесіліп тұрып төккенде бүйрегіне қыл суырғандай болады. Ит өмір-ай. Айтпақшы, әлгі жігіт дұғай сәлем айтты. Сені келмейді дегенде мәселен менің алдымнан мүсілім шыға келсе қандай болам? Сол сияқты сілейтті қалды. Қамажай: сол күйі әлі түрмекен байғыз. Әйел: күлме досқа. Қамажай: келер басқа демексің ғой. Әйел: келмегенде не қалды? Аллай, түр мынау, ерін мынау. Ит өмір-ай. Сенің орнында мен болсам бар ғой, шіркін-ай. Өзің де қысығысың. Қаңтарылып тұрмады деп, қашанғы тұрсын? Қамажай: күте алмаған адамның мағанда керегі жоқ. Әйел: дай білет Қамажай, тән қиналса, ой тозат, сенікі сол. Шіркін, жігіттің сұлтаны ғой. Мүслім емес, сенікін айтам. Концерттен шыққан соң кафеге бардық. Шампандаттық деп. Қасымызда алма болды. Қамажай: алма бар екен ғой. Неге ерте қайттыңдар? Әйел:
Әй қойшысын, сен болмағасын, минусы болмағасын, плюсы жынжып кетеді екен, а? Мына чемоданың не? Bir жаққа жүргелі жатырсың ба? Қамажай. Омар жүретін еді Ленинградқа. Диссертациясы жөнінде шақыртып жатқан көрінеді. Әйел. Айтпақша солының тіпті көп созып кетті-ау, тезірек бітірмей ма? Қамажай. Өз қалауы білсін. Менің міндетім солардың қас-қабағына қарау. Бір білгендері бар шығар. Әйел сағатына қарап. Ойбай жарайды, мен қайтайын. Ол есікке беттей береді. Қамажай батылсыз. Айтпақшы, сенде... Әйел. Айта бер. Қамажай. Артық ауыз ақша жоқ па? Әйел. Өткен жол саған бербедім ғой. Қамажай. Есімде. Тағы бір қажет болып тұрғаны. Інім 10 күнге жүріп бара жатыр. Ақшасының жол қаражатынан артылмайтын түрі бар. Әйел. Ол жағынан яттымын. Әлгі командир қақпас ақшаға қатал болып алды. Машина ауыстырам деп шаққылағанына біраз болды емес пе? Кеше Гарторгтан қағаз кепті. Командировкасынан келесі ақшаны дайындау керек деп отырған. Әлі 1000 сомдай жетпейді. Өзіміз қарсы сұрағалы отырмыз. Әйтпесе сенен аямайтынды білесің ғой. Қамажай. Мейлі. Жарайды, жоқ болса тенап қайтем. Бірден етіп барып қайтар. Әйел. Солай боп тұр енді. Ал, сәлет. Қамажай. Жай ғана. Сәлет. Әйел. Концертке бармағаныңды айтсайшы. Телефон шырылдайды. Қамажай. Алло. Қабен. Мен ғой. Саламатсың ба? Қамажай. Сен бедің? Саламат па? Қабен. Даусың сынық қой. Ауырып тұрған жоқсың ба? Қамажай. Жоқ. Үй тіршілігінен шаршағандық шығар. Қабен. Өткен жол неге келмедің? Қамажай. Мен ба? Мен келдім. Қабен. Неге алдайсың? Мен 2 сағат күттім ғой. Қамажай. Мен келсем, сен ұзап кетіп қалсың. Қабен. Шынымен ба? Шынымен сен келдің ба? Қамажай. Мен барсам сен жоқсың. Қабен. Жоқ, сен жоқсың. Қамажай. Сен жоқсың. Қабен. Онда мен бүгін дәл сол уақытта тағы келем. Осы сөздің рас болса, шығам деп уәде бер. Қамажай. Қабен. Қамажай. Не дейсің, тағы да айтшы. Шынымен шығасың ба? Қайтайшы деймін. Қамажай. Шығамын. Қабен. Қашан? Қамажай. Ертең. Қабен. Сағат қаншада? Қамажай. Кешкі сағат 7 мен таңғы сағат 4-тің арасында. Қабен. Сонда 9 сағат бойы бір орында күтіп тұрайын ба? Қамажай. Егер күткің келсе. Қабен. Жарайды, келістім. Таңға шейін күтем. Тек келсең болғаны. Үйде Омар, Назиля, Гаухар. Қамажай кіріп келгенде Назиля орнынан ұшып. Назиля. Жолдастар, Қамажай аңырып тұрып қалады. Біздің Әпкетайдың жеке мәселесін қарауға арналған үй жиналысын ашық деп жариялаймын. Түрлі себептермен жиналысқа 2 адамымыз қатыса алмай отыр. Тимур қызбен кездесуге кетті. Ермек түнгі сағат 11 болғандықтан жиналысқа қатыса алмайтынын мәлімдеп ұйықтауға кетті. Жиналыс ашық дегендеріңіз қол көтеріңіздер. Өзі бастап бәрі қол көтереді. Қамажай. Ойбай, сендердің бұлар не? Мен сәл кешігіп қалғаным. Назиля. Жолдас Оспанова, отырыңыз. Қамажай. Аналардың дені сау ма? Оспанова нес? Әпке немесе әлгі мамуля демеуші ме едіңдер? Назиля. Сіз бұл жайында өзіңізге сөз берілгенде айтасыз. Сонымен іске кіріселік. Осы шаңырақтың белді мүшесі, әрі басшысы Оспанова Қамажайдың өзге семья мүшелерімен ақылдаспай, өз бетіне жұмысқа орналасқаны, бәріміздің ашуымызды қоздырғаны белгілі. Бұл мәселе жөнінде кімнің қандай ойы бар? Гаухар. Мен Қамажай апайдың ертеңгі жұмыс күнімен құттықтаймын. Бірақ бізге айтпағанына өкпелімін. Омар. Мен ғылыми тұрғыдан қарағанда әрбір адам өз қоғамына қай жағынан болса да пайдалы болуға тиіс деп ойлаймын. Өйткені қоғам адам ойының жемісі. Қол еңбегі мен ой еңбегінің арасында айырмашылық жойылып, еңбекті творчество деп қарауға қалыптасып келе жатқан жаңа психологияның тұсында. Назиля. Сіз халық университетінде лекция оқып тұрған жоқсыз, сондықтан нақты сөйлеңіз. Омар. Ғылымға негізделмеген дәлел әлсіз болады. Сондықтан сіздерге түсініктірек болсын деп. Назиля. Әйтеуір айтып болшы. Омар. Бұл кісінің жұмысқа орналасуы заңды, бірақ біз үшін тым күтпеген жай. Демек біздің семьяда шығын көпте, кіріс аз деген сөз.
Бұл кісі финанс тапшылығын ескеріп, ұлттық табысқа өз үлесін қосуды ойлаған. Өзіміздің әлсіздігімізді, финанс тапшылығын сезіну бізге рухани соққы. Ал бұл кісінің әйтеуір бір кезде қоғам өміріне араласуы тиіс екенін ескеріп, кәсіп таңдау жағына өз басым қарсы екенімді білдірем. Бұл мәселені өз қабырғамызбен кеңірек ойласып, жедел шешім қарастыру керек. Нәзила: болдың ба әйтеуір? Омар: болдым. Нәзила: онда тезірек отырыңыз. Қамажай: мені қайда. Сендер менің жұмысқа орналасуымды намыс көріп отыр екенсіңдер ғой. Бұларың дұрыс емес. Сонда мен үйде қол қусырып отыра бермекпін бе? Нәзила: жоқ, сіздің кондуктор болам дегеніңіз ұнамайды. Гаухар: я. Омар: я. Қамажай: бұларың дұрыс емес. Жұмыстың жаманы жоқ. Оның үстіне ай сайын 120 сом ақша алып тұрам. Біз үшін тым артық бола ма? Ермекжан есейді, үйде өзі ғала тұрады. Кейде өзіммен бірге алып кетермін. Биыл мектепке барады. Ұзартылған күн деген бар екен ғой, соған берерміз. Үйге Тимур мен Сұлтан кіреді. Сұлтан: саламатсыздар ма? Бәрі: саламатсыз ба? Қамажай: түн жарымында қайдан жүрсіңдер? Түрлерің қатты ғой, тыныштық па? Сұлтан: тыныштық. Өткен жолы ұятты болып қаппыз. Сіздерден кешірім өтінем. Қамажай: айып бізде де бар. Үйге келген қонақты қуып шыққандай болдық. Қарындасың балалық жасаса кешірерсің. Отырыңдар. Неге состиып қалғансыңдар? Қазір шай қоямыз. Нәзила: сіздің ерте тұрып жұмысқа баруыңыз керек. Ұйықтамайсыз ба? Қамажай: жұмыссыз-ақ ерте тұруға үйренгенмін ғой. Тимур: жұмыс? Ол не жұмыс? Нәзила: сіздің мамуляңыз, құрметті тақсыр, ертеңнен бастап жұмысқа шығады. Автобустың кондукторы. Айлығы жаңа ақшамен 120 сом. 90 сайын қосымша төленетін сыйлық ақшасы тағы да бар. Тимур: мамуля, рас па? Қамажай: рас. Тимур: ал біз ше? Қамажай: біз нес? Онда не болушы еді? Тимур: біз дегенім... Қамажай: сендерге не болған? Сөздеріңде береке жоқ қой. Бір нәрсені білдіргеннен саусыңдар ма? Тимур: мамуля, мен үйленем. Қамажай: үйленем? Сұлтан: үйленеді. Нәзила: осыған жетіп тындым де. Прощай, оружие. Қамажай: кімге? Тимур: Камаға. Пауза. Нәзила: котенок мой хороший, котенок мой курящий. Тимур: Наз, дәл қазір қалжыңдайтын ретің жоқ, қойсаңшы. Қамажай: мен не дейін? Бақытты болыңдар. Бірақ... Тимур: мамуля, Наз, Гаухар, сендер немене, менің үйленгеніме қуанбайсыңдар ма? Бәрі құшақтап, бұлай бетінен сүйіп құттықтайтын шығар деп алып ұшып келсем, қайғылы хабар естігенде тұнжыратыңдар да қалдыңдар. Мен сендерге бөтемін бе? Білегіне маңдайын қойып қабырғаға сүйенеді. Қамажай өзін жасалып: Теміржан, қара қоя. Келіп оны құшақтап маңдайынан сүйеді. Сені бөтен деп. Тойды жасаймыз. Дүрілдетіп тұрып той жасаймыз. Ақша деген табылады. Тимур басын көтермей: менің гострахта ақшам бар. Қамажай: гострах? Нәзила: вот страховщик. Зәлімін қарашай өзінің, Қамажай: Теміржан, көтер басыңды. Жөнделіп тұр. Тоқтатыңдар күлкіні. Енді ағаңның алдына бар. Ең әуелі соның рұқсатын алуым керек. Тимур: мен өзімде солай етейін деп тұрғам. Батылым жетпеді. Омарға жақындайды. Рұқсат бересің бе? Омар галстугын түзеп: семья кішігірім мемлекет. Оны басқару үшін жалғыз махаббат жеткіліксіз. Семья басшысының бойында ұстамдылық, көргенділік, кешірімділік, мейірбандық сияқты көптеген компоненттер жинақталуы тиіс. Оған қосымша семья басшысы нәзік дипломат болғанда жөн. Егер осы қасиеттер... Тимур: бұл сенің рұқсат бермеймін деген сөзің емес пе? Омар: егер осы қасиеттер адам бойында қалыптасқан болса... Тимур: қалыптасқан. Сұлтан: қалыптасқан. Шайдан асты ма? Омар: мұндай жағдайда мен өз тарапымнан інімнің үйленуіне рұқсатымды берем. Сұлтан: ура, жолдастар! Нәзира: кеп, ура! Қамажай: Сұлтан, сонда той қашан болмақшы? Асығыс емес пе әйтеуір? Сұлтан: жоқ, асығыс емес, дайындалуға уақыттарыңыз бар. 3 күннен соң. Қамажай: 3 күннен соң? Ойбай-ау,
Асығыс болғанда қандай болмақшы сонда? Енді қайттым. Дайындалу керек, оны-мұны сатып алу керек. Ертең жұмысқа шығатын едім. Нәзира, бір күнге сұранасыз да, Қамажай, шықпай жатып па? Қызық болды өзі. Телефон соғып ескертейін десем, әлі ешқайсысын да танымаймын. Ертең ерте тұрып барып айтармын енді. Қолдан. Сонымен ертең автобустар кондукторсыз жұмыс істейді. Түн бақ ішіндегі сәкіде қабін өт. Сағатына қарайды, темекі тұтатады. Орнынан тұрып әрі-бері жүреді. Қамажай Қабенге келеді. Қабен, япыр-ай, сен шынымен келдің ба? Қамажай, көріп тұрсың ғой. Қабен, кейде өз көзіңе сенгің келмейтін кезің болады екен. Сені көрмегелі қашан? Осы күндердің бәрінде де менімен бірге болдың. Қамажай, айтшы, сен мені ойладың ба? Қамажай, қолым тимеді. Қабен күліп. Міне тамаша. Ойлағың келіп еді, бірақ қолың тимеді. Егер құруар жұмыстан сәл ғана қолың қалт етсе, мені ойлайтын едің ғой, а? Солай ма? Қамажай, тіпті ол да мүмкін. Қабен, маған осы да жетеді. Мен үшін бұл сөз сүйемін деп 1000 рет айтқаннан да қымбат. Қамажай, сен тіпті алқына сөйлеп алыстап барасың ғой. Егер қолым қалт еткенде сені ойлауым да мүмкін деген сөзім сүйемін деген сөзден 1000 есе қымбат болып көрінетін болса, онда бар ғой. Мен еш уақытта қолымды қалт еткізбеуге тырысармын. Қабен, тамаша. Айта бер. Сен қандай сөз айтсаң да тыңдай беруге дайынмын. Мұндай кеп отыршы. Қамажай, мен бар ғой, мен қалай айтсам екен? Жақсы көремін десем, жұрттың бәрі солай дейді. Сүйемін десем, мұны қазір екінің бір айтатын бол. Сенің жұлдызың менімен екі жарылған. Сен болмасаң мен өзімді жалғыз қалған жетім баладай сезін. Сенесің бе осы? Қамажай, болмайды. Сен мені адастырып барасың ғой. Қабен, болады. Қамажай, айтшы, 15 минут тып-тыныш отыра аласың ба? Жарайды, 3 минут. Қамажай, әрине. Қабен, уәде, құдай ет. Оны бұзуға қақ. Қабен оны құшақты. Осылай. Қамажайдың қолы дірілдеп, оның шашынан шар. Қабен мен Қамажай есік алдына келіп тоқтайды. Қамажай, міне енді үйге де келдік. Енді қоштасайық. Қабен, бірнеше күн бойы жолыңды тосқанымды маған арнағаның осы бір-ақ сағат болғаны ма? Біраз жүре тұрсақ қайтеді? Қамажай, жоқ, мен болмасам кішкентайымыз ұйықтамайды. Қабен, ал менің әлгі сөзіме сол күйі жауап бермедің ғой. Қамажай, Қабен, ол қиын сияқты. Бір сағат қайып тастап кете алмай тұрған інілерімді өмір бақи қалай киям? Мен олардың әпкесі емеспін. Анам көз жұмған сәттен бастап, мен оларға ана болғам. Саған үйлену керек, алмаған інілерім мен сіңлімді тәрбиелеу. Қабен, Қамажай, сен уайымшылсың. Қойшы осындай сөздеріңді. Екеуміз үй болған соң кішкентай ермекті қолымызға аламыз. Қамажай, маған қалғандары да кішкентай. Қабен, онда бәрін де қолға аламыз. Қамажай күліп. Жоқ, болмай. Мүлде қисынсыз. Қабен, Қамаштай, құшақтамақ. Қамажай, ой, бала болмайық. Бізге бала болу жараспайды. Қабен, сен жасыңа жетпей, егделікке бой ұрмасаңшы, кәрілік қайдағы жат дейсің. Қамажай, мен сені түсінем, бірақ амалым не? Үйдегі төртеуі төрт азамат болмай, өз басымның қамын ойлауға қақым жоқ. Өз жөнін тауып әке кет. Талқаны таусылып, шеше байға, арманда ол кет. Тағдырдың соққысынан есеңгіреген естерін енді жинап, көкіректерінен қайғы ұмыт бола бастағанда, не болсаң о бол деп, өз жөніме мен кетсем, олардың күні не болмақ? Жоқ, Қабен, кешір мені. Бақытыңа кедергі болғың келмейді. Сенің жолың басқа. Әнелерімнің біреуі шығып қалса ұят болар. Сау бол. Таңертең ерте жұмысқа баруым керек. Өмірімде бірінші рет. Балалардың тамағы бар, жуатын киімім бар. Тірлік деген бастан асып жатыр. Қабен, жұмысқа өзім-ақ орналастыратын едім ғой. Қамажай, егер жұмысқа сен орналастырсаң, мен саған борышты болам. Тұрмысқа шықпаймын деп айту қиын болып қалады. Қабен, мүмкін әлде де ойланарсың. Қамажай, ойланып болғаным осы.
Қабен. Тағы да күте тұрайын. Қамажай. Жоқ, бұяқ қой. Ал, сау бол. Қош, қош. Екінші акт. Баяғы үй. Барынша қатты қойылған музыкасында жастар бие қыза түскен. Ішінде Тимур, Камиля, Сұлтан, Светлана бар. Би ережесі сақталып жатқан жоқ. Назила мен Гаухар кіреді. Назила: «Мәссаған, бұл не жын ойнақ тағы да?» Кама: «Бұл жын ойнақ, день хорошего настроения». Назила: «Жоқ жерде мереке ойлап таба қоятын данышпан екенсіңдер ғой». Светлана: «Біле білген адамға деннің саулығында өтіп жатқан әрбір күн мереке». Назила: «Дұрыс, береңіз. Сіздің әрбір күніңіз мереке болсын деп, деніңіздің саулығына ылғи қуанып, түн жарымына дейін жігітпен секеңдеп билесін деп, арғатаңыз Ақтөбеде, әкеңіз Сталинград түбінде қанын төккен. Билей беріңіз». Қамажай: «Назила, қойсаңшы. Теміржанды тағы да ренжітіп аламыз ғой». Назила: «Ол ренжиді деп енді үйден беземіз бе? Бәріміз бірдей оның әуеніне төңкерілгенде, ол біздің көңілімізбен неге санаспайды?» Тимур: «Тоқтат енді. Жетер секеңдеу. Ата сақалың аузыңа біткенше ұшып қона беруден ялсаң етті. Есің кіретін кез бола ма жоқ па сенің?» Тимур Қамажайға: «Мамуля, мен мына қызды терезеден лақтырып жіберем». Қамажай: «Лақтырған несі?» Тимур: «Кәдімгідей. Мені жолдастарының алдында абыройдан жұрдай қылып бітті». Назилаға қарай жайлап қозғалады. Қамажай: «Теміржан, бір ашуыңды бер. Біз 5-ші қабатта тұрамыз ғой». Назила: «Әпке, ара түспеңіз. Лақтырып көрсін». «Ал лақтыр дейім саған». «Лақтыра алмайсың ғой. Қорқақ, жүрексіз. Мен болсам лақтыра салар едім». Камиля: «Дейім, сонда біздің өз үйімізді қонақ күтіп көңіл көтеруге де қақымыз жоқ па?» Назила: «Бар. Бірақ бұл үйде жалғыз сендер ғана емес, бәріміз тұрамыз. Өзгелермен де санасу керек емес пе? Жақында диссертация қорғайды. Әпкем жұмыстан шаршап келеді. Мына бөлмеде бала ұйықтап жатыр. Билегіш болып бара жатсаңдар, Алматы ресторанына барыңдар». Светлана: «Алматы ресторанында сіңілім ревизия жүріп жатыр». Назила: «Онда тастаққа кетіңдер. Тауға өрмелеңдер, немесе айдалаға барып береңдер. Ол жақта ревизияда, ремонт та жоқ». Светлана: «Қызғаныштан ішің өртеніп барады ғой, а? Одан да бір жігіттің етегінен ертерек ұста. Сонда өзгелермен ісің болмайды». Назила: «Байқауымша сіздер мықтап ұстаған болуларыңыз керек». Светлана: «Ол біздің шаруамыз. Айтшы, сіз неге далаға шықпайсыз? Әлде сіз де әпкеңіз секілді үй бағуды жөн көресіз бе?» Назила түстеніп: «Тым болмаса шолақ ақылыңыз бар ма деушем. Ол да жоқ екен ғой. Сізге сөз әуре қылмаймын». Дауыстап: «Шығыңыз үйден». Светлана: «Мына қыз бізді тағы да қуып шықты. Кетейік, жолдастар». Бәрі шығады. Тимур: «Сұлтан, Светлана». Камиля креслоға сылқ етіп, солқылдап жылап жібереді. Қамажай: «Құдай-ау, маған бәрің де бірдейсіңдер. Қайсыларыңның сөзіңді сөйлерімді білмей басым қатты ғой». Назила: «Әпке, басыңызды қатырмаңыз. Ермектің қасына барыңыз». Қамажай кетеді. Іштен Омар шығады. Онда портфелі бар, киініп алған. Назила: «Я, саған жол болсын». Омар: «Жұртып кетіп қалған ба?» Назила: «Біз сені жұмыс істеп отыр екен десек, ұйықтап тұрғаннан саумысың?» Омар таңданып: «Камиля неге жылап отыр?» Назила: «Адам тек реніш қайғынан ғана жыламайды ғой, қуаныштан да жылайды». Омар: «Я, ол не қуаныш?» Назила: «День хорошего настроения». Омар иығын қомдап: «Сенің сөзің мен шындық көріністің арасында байланыс жоқ сияқты. Жарайды, мен кеттім. Ертең айтарсыңдар, бір жолдастың үйіне барып мақаламды бітіруім керек. Ғылым академиясының хабаршысына осы аптада бітірем деп уәде берген едім». Назила: «Оған қарсылығымыз жоқ, айтпақшы. Гаухар, сен де бірге қайт. Бүгін бәрібір бірігіп сабақ оқуға көңіл күйіміз соқпас». Гаухар: «Япырай, мен құтты қонақ бола бермедім ау?» Назила: «Онда Гаухарды үйіне дейін апарып салғаның жөн. Диалектикалық материализм тұрғысынан қарағанда сахнада жарық сөніп қайта жанады». Қамажай тамақ дайындап отыр. Камиля журнал оқып жатыр. Кама: «Мамуля, скажи честно, сенің жігітің бар ма?» Қамажай кіреді: «Оны қайтем?» Кама: «Как қайтем? Қыдырасыз, көңіл көтересіз. А то үйде отыра бергеннен адам жалығады ғой». Қамажай: «Жоқ, мен жалықпаймын. Сендермен қатар жүріп кісі жалығушы ма еді?» Кама: «Сонан соң қаладағы автобустар жақында кондукторсыз жұмыс істейді екен. Сонда қайтесіз?» Қамажай: «Тағы да бірдеңе табылар. Есіңде болсын», күліп.
Тұрғындарды еңбекке орналастыру бюросының белді қызметкері мені қамқорлығын алуды уәде еткен. Кама. Жас па? Қамажай. Жоқ, қайдағы жас? 50-ден асып қалған. Кама. Біреу-міреуге алимент төлей ме екен? Қамажай. Онысын қайдам? Қайырымды кісі сияқты. Кама. Білеміз ондайларды. Енді сіздің есіңізде болсын. 50-ден асқан еркектің жас әйелге деген қайырымдылығы қармаққа жем салып, ақшабақты асырамақ болған балықшының пиғылымен тең. Қамажай. Айтпақшы, сен бір аяғым ауыр деуші едің. Қазір ештеңе демей кеттің ғой. Жүрегің айнығанын қойды ма? Кама. Қойды ғой. Қамажай. Онысы несі екен? Соған қарағанда мінезі Теміржанға тартқан қиқар болды. Онда аяқ киімнің жемірі болады. Бүгін лақталған туфли алдым. Жұмыстан келгенде бір қуанатым болды. Міне көрдің бе? Кама. Жақсы екен. Бірақ ол енді ешкімге де тартпайды. Қамажай. Ол қалай? Кама. Мен оны алдырып тастағам. Қамажай. Не дейді? Қамажайдың қолынан пышағы түсіп, орнынан тұра беріп, сылқ етіп отыра кетеді. Камила ұшып тұрып, оның басынан сүйейді. Кама. Мамуля, сізге не болды? Дәрігер шақыртайын. Телефонды бұрай бастайды. Қамажай. Керегі жоқ. Орнынан қалтырай көтеріліп, Камилаға жақындайды. Мұның не? Құлыным-ау, мұның не? Кама. Сіз соған бола ма? Бізге қазір баланың керегі не? Қамажай. Қалай дедің? Не айттың? Кама. Баланың қазір керегі не деймін? Мен жұмысқа орналасайын, пәтер алайық. Қамажай Камиланың бетінен шапалақпен тартып жіберіп, жылаған бойы теңселе басып шығып кетеді. Камила керуетке ет бетінен түсіп, солқылдап жылай бастайды. Тимур кіреді. Тимур. Кама, саған не болған? Камила жылауын үдете түседі. Бір жерің ауырып тұр ма? Камила. Кетейікші бұл үйден. Тимур. Сен не деп жатсың? Кетейікшің не? Бұның қалай? Камила. Менің бұл үйде тұрғым келмейді. Тимур. Не, сені біреу ренжітті ме? Камила. Иә, ренжіту былай тұрсын, мен ұратынды да шығарды. Тимур орнынан тұрып. Ұратынды шығарды? Кім саған қол тигізген? Камила. Әпкең. Баланың жайын айтып едім, соған бала шапалақпен салып жіберді. Қазір денсаулығымның жоқ екенін айтқанымда өзің келісіп едің ғой. Тимур. Солай де. Бұлар енді саған қол жұмсауды шығарған екен ғой. Неткен масқара бұла? Мамуля! Бері келіңіз! Іштен сүйретіле басып, әлі жасын тыймаған Қамажай шығады. Қамажай. Иә, неге шақырды? Тимур. Мамуля, Камаға қол жұмсаған сіз бе? Қамажай. Құлыным-ау, қол жұмсады дейтіндей. Тимур. Жоқ, Каманы ұрғаныңыз рас па деймін мен? Қамажай. Рас. Себебі? Тимур. Себебінің керегі жоқ, ар жағын айтпай-ақ қойыңыз. Қамажай. Мен келінге қол көтеру былай тұрсын. Осы уақытқа дейін мына сендердің маңдайларынан шерткен кезім болып бет. Не көрдің деп себебін сұрамайсың ба әуелі? Тимур. Себебін білем. Көп болса күшік тастаған шығар. Басы жас, әлі талайды көтереді. Камила. Иә, басым жас, әлі талайды көтерем. Қамажай. Сен де біледі екенсің ғой оны. Таспауыр, қатыгез, қара жүректер. Оны да шапалақпен салып жібереді. Тимур. Кама, жинал, тезірек жинал. Қамажай селт етіп есін жиып, өзінің жасын сүрді. Теміржан-ау, жинал дегенің не сөз? Жиналғаны несі? Тимур. Кетеміз. Бұдан әрі бұл үйде тұра берудің жөні жоқ. Қамажай. Теміржан, көкөшім, үйден безіп қайда барасыңдар? Құлыным, садаған кетейін. Кешір менің бір қателігімді. Сендерге көтерілген қолым неге сынып қалмайды? Камила, сен де кешір мені, жаным. Айналайын, кешір, ашумен байқамай, басың жас қой, әлі талай көтерерсің. Тимур. Кама, бол тез. Қамажай. Теміржан, бір ашуыңды берсеңші. Сендерге жаманды ойлаған жерім бар мед. Саған лақталған туфли әкелдім. Көресің ба? Міне, қарашы. Тимур. Керек жоқ, өзіме қалам. Үйге Омар, Назила, Гаухар кіреді. Назила кірген бетте жүгіріп кеп Қамажайды құшақтай алады. Назила. Әпке, не болды саған? Көзіндегі жасың не? Қамажай. Екеуі кетеміз деп жатыр. Қой десеңдерші. Омар, сен неге үндемейсің? Омар. Мен осылай боларын білгем. Ақыл айтсаң, азғырғандай көріп жүре тыңдайтын адамға сөз әуре қылып керек жоқ. Мен бұл дауға араласпаймын. Бір күні өздері түсінеді.
Қамажай, бәрі өз бетімен, жүректерің мұз болып кеткен ба тігі? Назила, жыламаңыз, барсын кетем десе. Гаухар, өз әпкеңіз осынша жылатып, сізге не болған? Тимур, сізге де тіл бітейін деген екен ғой. Менің әйелім сыйыспаған үйден жайлы орын тапқан екенсіз. Маған деген ашуыңыздың сырын түсінем. Менің кінәм сізге балмұздақ әпермегенім. Кешкі баққа шақырмағаным ғой. Гаухар бетін басып жылап, үйден сатылап шығады. Тимур оның соңынан айғайлап, комментатор жігітіңе сәлем айт. Назила, түйсіксіз, оның көңіліне неге тиесің? Ол жетім өскен қыз. Тимур, бәріміз де жетімбіз. Назила, бірақ сен жетесізсің. Тимур, доғар енді, бұл жолы кешірмейм, тап береді. Қамажай, Теміржан құлыным, қарындасыңа қалай қол көтермексің? Тимур, келіңізге сіз қалай қол көтердіңіз? Назира бетін басып орындыққа барып отыра кетеді. Осы үйде татулықтың ұйқысы болудың орнына. Қамажай, иә, мен ірткі салып жүрмін. Назира, ана орнына ана болып, түн ұйқысын төрт бөліп, жастық шағын ұмытқан әпкеңе осылай десең, сенен түгілмей кімнен түгілмексің? Кет, жоғалтыңдар көздеріңді. Олар шығып кетеді. Қамажай, енді қайттым. Бір шаңыраққа ие бола алмағаным ба? Теміржан мен келінімді неге сыйыстырмадың десе, анама не дейм? Не бетімді айтам? Назира мен Гаухар сабақ оқып отыр. Гаухар, осыны жаттайсың кеп жаттайсың, бәрібір ертең естен шығып кетеді. Біз осы шет тілінің маманы бола алмайтын шығармыз. Назира, жарайды, бүгінге осы да жетер. Басты нықтырайық. Айтпақшы, комментатор жігіттердің хабар болмай кетті ғой. Жолығып тұрасыңдар ма? Гаухар, келіп тұрады. Назира, сүйемін деп айтты ма? Гаухар, жоқ. Назира, неге? Гаухар, мен ыңғай бермей жүрмін. Алғашқы кезде бір түрлі ішім жылайтын сияқты еді, қазір мүлде селт етпеймін. Өйткені оның бойында табиғилық жоқ. Барлық қимылы, айтар сөзі, тіпті темекі тұтатқанына дейін алдын ала ойластырылып қойған сияқты. Оның үстіне ол өзін тымсылап сипап, көрікті болып көрінуге тырысады. Назира, оның несі жаман? Гаухар, сұлу еркектен жек көретінім жоқ. Және ылғи да иіс су жағып келеді. Назира, қызық екен. Жұрттың бәрі көрікті жігітке ұмтылса, сен одан теріс айналасың. Енді саған қандай керек? Ақылды, ұстамды, байыпты, тағысын тағылар ма? Ол да жаңалық емес. Гаухар, меніңше ер адамның бойындағы әйел жақсы көретін қасиет екі-үш ауыз сөзбен бітпеуі керек. Адам жанының жұмбақ екенін білесің ғой. Бір адам кешке расы жоқ, бірақ өмірге өлердей құштар. Бір адам алтыннан сарай салдырған, бірақ өзін өзі асып өлтіруге даяр. Адам жанына не керек, не жетпейді? Маған не қажет? Мен ер адамның бойынан өзімен айтын, онсыз өмір сүре алмайтын қасиет тапқым келеді. Назила, таптың ба? Гаухар толқып. Таптым, Назила. Назила, иә, ол кім? Гаухар терезеге барып, ұзақ толқып тұрады. Гаухар, айтсаңшы тезірек, ұялма. Ғылыми коммунизмнен сабақ беретін мұғалім ба? Гаухар, жоқ. Назира, енді кім? Сен басқалармен сөйлеспеуші едің ғой. Гаухар, сен ренжімейсің бе? Ренжімеймін деп уәде бер, әйтпесе айтпайым. Назира, ал ренжімеймін. Саған ренжіп, жын ұрып па? Айтшы қане. Гаухар, мен Омарды бетін баса. Назира, Омарды? Қалай? Неге? Жоқ, тұра тұр. Басын ұстайды. Омарды. Сен онымен тілдескенде жоқсың ғой. Тілдескенде адам емессің. Гаухар, өзің айтшы, тілдесу міндет пе? Назира, иә, міндет емес, тіпті әрі-берден соң шарт та емес. Гаухар Назираны құшақтайды. Гаухар, Назира, кешір мені, кешірші. Егер сен өкпелейтін болсаң, мен бәрін де ұмытам, бәрін. Назира, ол да құшақтап, жоқ, мен өкпелемеймін. Бірақ бір түрлі екен, ең жақын құрбың, ең жақын ағаң. Мүмкін бұл дұрыста шығар, солай ма? Гаухар, білмеймін. Назира, міне мұндай сұраққа келгенде бәрі түк білмейтін болып шыға келеді. Диалектикалық материализм тұрғысынан қарағанда, қыз баланы үйіне апарып салу деген деп жүріп, біздің Омекең
Гауһар: жоқ, өтінем олай деме, ол менің не ойлап жүргенімнен мүлде бейхабар. Нәзила: солай де. Енді не істемексің? Хат жазасың ба? Гауһар: сен кісіні өліп жатса да келемеждеуіңді қоймайсың, я? Нәзила: мінезім солай. Не тапсам да тілімнен табатын шығармын. Бірақ сені келемеждеп не табам? Мен бәрін түсінем. Түсінем деп жүріп ештеңе байқамағаныма таң қалам. Адам жанның бұл да бір жұмбақ сыры ғой. Айтқаның дұрыс болды, шын жүрегімнен тілектеспін. Гауһар: рахмет, Нәзила. Нәзила: көп жаса, иманды бол демегеніңе шүкір. Сөйтіп сен де кеттім де. Омар қайда барады дейсің? Сүйемін десең, дұрыс деп жауап береді ғой. Гауһар: сен оны тым арзандатпасаңшы. Нәзила: мәні туған қарындасын шеттетудің алғашқы нышанда байқалды. Сонда мен қайтпекпін? Гауһар: сенің де жігітің бар ғой. Үйге Қамажай кіреді. Түрінен шаршағаны білініп тұр. Қолында сеткаға салынған кастрюлі бар. Қамажай столға отырады. Жаңа заводқа бардым. Нәзира: жай ма? Қамажай: Теміржанға ет пісіріп апардым. Нәзира: немене, ол ауруханада жатыр ма еді? Соншама. Әйелі бар, үйінен ішсін. Қамажай: шеді ғой, қайда барады? Бірақ уақыттары жоқ. Асханадан тамақтанып жүр екен. Үйдің тамағын сағынып қалыппын деп қарып кеп жеді. Кешір мамуля дейді. Сағынады ғой, қайда барады? Көз шүңірейіп кетіп. Ауырып қалмаса жарар. Нәзира: үйге келем дей ма? Қамажай: кешке жақын барайын дейді. Айтатын сөзім бар дейді. Өткен жолғы тірлігіне өкініп жүрген шығар. Тамақ іштіңдер ма? Нәзила: бізді қайтесіз, демалыңызшы, әбден шаршапсыз ғой. Есікті қарашып Омар кіреді. Қолында телеграммасы бар. Қуанышты. Гауһар төмен қарайды. Омар: әпке, сүйінші. Қамажай: ойбай, қалағаныңды ал. Ол не қуаныш? Омар: міне телеграмма. Нәзила, оқып берші. Нәзила: кәне әкелші бер. Қамажай: оқышы тез. Нәзила термелей оқи жөнеледі. Алматы қаласы, Абай проспектісі, 107-ші үй, 17-ші пәтер, Оспановқа. Қымбатты Омар Искакович. Искакович дейді. Кіші ғылыми совет сіздің жұмысыңызбен танысып шыққан соң, қанағаттанарлық деп тауып, философия ғылымдарының кандидаты деген атақ алу үшін диссертация қорғауға шешім қабылдады. Диссертация осы жылдың 16 августында Ленинград мемлекеттік университетінің акт залында өтеді. Сапарың сәтті болсын, профессор Григорьев. Нәзира: Омар, вот молодчина! Жүгіріп кеп оның мойнына асыла кетеді. Әйтке, сіз неғып отырып қалғансыз? Құттықтамайсыз ба? Қамажай жылап отыр. Омар: әпке, сізге не болған? Жылағаныңыз не бұл? Қамажай: жеттік ау осы күнге әйтеуір. Жолың болсын, жолың болсын. Ақырындап басып келіп Омардың бетінен сүйеді. Нәзира: Гауһар, сен не қуанбайсың ба? Гауһар: мен... Нәзира: менді қоя тұр. Бұлай сәті түсе бермейді. Бол. Гауһар сасқалақтап Омарға жетіп келіп, оның қолын қысады. Тықтаймын. Омар: рахмет, бәріне қарап. Сіздер... бұл қалай? Мен бір тап диссертацияны қорғап шыққандай. Нәзира: қорғайсың, сен сияқты білімді жігіт неден сүрінбек? Қамажай: айтпақшы, бүгін қай күн? Нәзира: 13 август. Қамажай: япыр-ай, келіп те қалыпты ғой. Нәзира: жұмыстан тағы сұранғалы отырсыз ба? Қамажай: енді әрине, жол жабдығын әзірлеу керек. Нәзира: демек ертең автобус тағы да кондукторсыз жұмыс істейтін болды. Тимур кіреді. Гауһар тез жинала бастайды. Тимур: сәлеметсіздер ме? Бұл не жиын? Нәзира: кетпе дегендей Гауһардың қолынан ұстап: костюмың құтты болсын, ей. Өзің таңдап алдың ба әлде? Мысығың әперді ме? Әпкем жаңа ғана көзі шүңірейіп, азып тозып кетті деп еді. Жүдеген дәнеңес жоқ қой, қайта толып келе жатыр екен. Қамажай: Нәзила, сарнай бермей қойшы енді. Теміржан, кел, шешініп столға отыр. Қарындасыңның мұндай сөзіне үйренетін кезің болды ғой. Омар Ленинградқа жүргелі отыр, диссертациясын қорғауға барады. Қорғауға? Тимур: рас па? Омар: рас. Тимур: құттықтаймын. Келіп құшақтайды. Сәтті болуын тілеймін. Әттең, банкетіңде бола алмайтыныма өкініштімін. Омар: неге? Қамажай: бола алмайтының несі? Нәзила: не, 15 тәулікке түсетін болдың ба? Тимур үй ішінде әрлі-берлі жүреді. Әлде неге толқып, батылы жетпейтін сияқты. Қамажай: айтсаңшы, жайшылық па? Тимур: мамуля, біз кететін болдық.
Заводта 20 жігіт осылай деп шештік. Қамажай: қайда? Тимур: КамАЗға. Ертең жолға шығамыз. Бір аптадан бері айтуға батылым жетпей келді. Қамажай: не дейді? КамАЗ? Соны жердің түбіне? Теміржан-ау, мұның қалай? Бізге ерегісіп, әдейі жасағаның ба бұл? Тимур: жоқ, мамуля, бұл комсомолдық жолдама. Назиля: комсомолдық жолдама? Өстім, ер жеттім. Енді ешкімнің керегі жоқ. Мен өз басымда аулақ қалып қашамын. Қалғандарың маған десе бірің өліп, бірің қал, солай ма? Тимур: Наз, ол игі сапар ғой. Назиля: иә, өз басың үшін. Сол жақтан бәлкім адам болып ораларсың. Біз де өз күнімізді өзіміз көрерміз. Ақша көп. Әпкем айлық алады, мен стипендия алам. Омар диссертациясын қорғайды. Ол жетпесе, әкеміздің ай сайын төлеп тұратын алименті тағы да бар. Омар: есің дұрыс па, Назиля, тоқтат енді. Назиля: сен де дауыс көтеретін болыпсың ғой. Омар: Тимур, жолың болсын. Саған өз басым ренжімеймін, қайта ризамын. Бәлкім сенің шын мәндегі өмірлік мақсатың сол жақтан күтіп тұрған шығар. Алаңдамай жүре бер. Тимур: сен шын айтып тұрмысың? Омар: мен ешқашан жалған сөйлемеймін. Тимур жүгіріп кеп оны сүйіп алады. Рахмет бауырым, рахмет. Мен ол жаққа барған бетте жергілікті комитеттен қарыз ақша алып, сенің банкетіңе жіберем. Қош сау болыңдар. Мені заводта жұрт күтіп тұр. Мамуля, Ермек қайда? Қамажай жыламсырап: ұйықтап жатыр. Тимур: басқа бөлмеге тез кіріп шығып, ұйқысының қатысына, бетінен сүйсем де оянбайды. Ал мамуля, сен мені кешір. Көп қуантудың орнынан көп ренжіткен сияқтымын. Кешір. Қамажай қолын жайып оған ұмтылады. Япыр-ай, өңмен түстей. Енді қашан көрсер екенбіз? Тимур: демалыс алған сайын келіп тұра, мамуля. Бізге де қонаққа келесіңдер, Наз? Ол Назираға жақындап, мүдіріп қалады. Сенімен қалай қоштассам екен, Назира? Терезеден лақтырып жібер. Тимур: осы сөздеріңді сағынатын шығармын. Ал сау бол, хат жазып тұр. Гаухар, сіз де сау болыңыз. Назира: салют. Ертерек аттан. Сол жаққа неғұрлым ертерек жетсең, сенің парасатты болуың соғұрлым жедел демек. Қамажай жылы киімдерін чемоданға салайын. Япыр-ай, табан астында заттарын жинастыра бастайды. Омар: Назира, құрбы қызыңның көзінше өз туысыңды ұялта бермесеңші. Назира: Гаухар бөтен емес. Әсіресе оның бүгін бөтендігі жоқ. Гаухар ернін тістелеп Назиляның қолынан қысады. Омар: әсіресе бүгін бөтендік жоқ дегенің қалай? Назиля: оған сенің әлі өрең жетпейді. Екеуіңді оңаша қалдырамын. Гаухар: онда мен қазір кетем. Назиля: жоқ, мен ренжіткім келмесе айтқанымды тыңда. Тимур қапшығын арқалап есікке беттейді. Қамажай да қоса шығады. Қамажай: Теміржан, тентектікті ана көтерсе де дала көтермейді. Сырт көз сыншы, байқағайсың. Менің де ақылым астасып бара жатқан жоқ. Сендерден бір мысқал кем, бір мысқал аз. Әйтеуір қайда жүрсеңді абыройыңды ұмытпа. Сонан соң жаманды жақсылы үй болдың. Әйтеуір жаманды жақсылы, ай қош, айтуға аузыңда бармайды екен. Тимур: түсіндім, мамуля, бәрін де түсіндім. Қамажай: сенсең болыпты, ақылың бар ғой. Камиляға да өзім хат жазып тұрармын. Ұрыспай таласпай өмір сүріңдер. Ал қиналсаңдар, балаларыңды алып келіп, өзім тәрбиелеймін. Тимур: мамуля, бетінен сүйеді. Жылама, мен соғысқа бара жатқан жоқпын ғой. Енді жыласаң, тек қуаныштан ғана жылайтын боласың. Қамажай: вокзалға дейін мен де барайын. Еске Гаухарда бет. Назиля: екеуің оңаша қала тұрыңдар. Диалектикалық материализм тұрғысынан қарағанда, мұның ерсілігі жоқ. Екеуі оңаша қалады. Гаухар есік алдында үнсіз тұр. Омар қимылсыз отыр. Пауза ұзаққа созылады. Басқа бөлмеден Ермек шығады. Ермек: мамуля, мамуля! Гаухарға қарап: сіз неге түрегеп тұрсыз? Орындыға келіп қояды. Отырыңыз. Омар: кешіріңіз, менің ойымда болмапты. Ермек: менің самолетімді көрдіңдер ма? Омар: самокат? Мына жақта. Самокатына келіп береді. Тамақ ішесің ба? Ермек: жоқ. Есікке беттейді. Шығып бара жатып екеуіне кезек қарайды. Омар аға, сенді үйленейін деп жүрсің ба? Омар: немене? Мұндайды сен қайдан білесің? Гаухар, кешіріңіз, бұл әлі кішкентай бала ғой. Ермек: кішкентай. Тимурға осылай дегенімде ол да, сен кішкентайсың деп ұрысқан. Өзі бәрібір үйленіп алды ғой. Омар:
Жарайды, мен саған ұрыспаймын. Үлкендерге былай деп айтуға болмайды. Бар, ойнай ғой. Ермек самокатын сылдырлатып шығып кетеді. Гаухар, мен кетейін. Омар, отырыңыз. Иә, котлет қуырып берейін. Гаухар, жоқ, рахмет, сау болыңыз. Сумкасын алып шығып кетеді. Омар тәтті бір сезімге беріліп, аңырып тұрып қалады. Нәзила, ой, Гаухар қайда? Омар, кетіп қалды. Нәзила, неге шығарып салмадың? Омар, шығарып салуға да әрине болар еді, бірақ Ермектің сөзі бөгет болғаны. Нәзила, иә, ол не деп еді? Омар, сыртқа самокатын сүйреп бара жатып, Омар аға, сен де үйренгелі жүрсің бе дейді. Кішкентай балалардың ойына мұндай сөз қайдан келеді? Нәзила, сықылықтап кеп күліп, солай де, жақсы айтқан. Омар, неменесі жақсы? Нәзира паузадан соң байыпты күйге көшіп. Омар, орынсыз болса кешір, бірақ айтпасқа хақым жоқ. Омар, ол не? Нәзира, Гаухар жақсы қыз ба? Омар, қалай? Сенің досың ғой, иә? Нәзира, менің досым ретінде емес. Өз басы қалай былай? Омар, жаман емес. Өмірден түйгені бар, ақылды қыз. Нәзира, сен оны ұнатасың ба? Омар, әрине. Ұнатқан несі? Қалайша? Нәзира, ызаланып, сүйесің бе деймін. Омар, немене? Сен мұны маған туған ағасына қалай ятың жетіп айта саласың, бұл не деген? Нәзира, тоқтат ақылыңды, философ. Қазіргі философия ағасы мен қарындасының ашық сөйлесуін жоққа шығармайды. Және менің айтып тұрған сөзім пәленде ұятсыздық емес, адамшылық шығып бара жатып. Ал Гаухар, сені жақсы көреді. Диалектикалық материализм тұрғысынан қарағанда шығып кетеді. Омар, не дейді? Гаухар, диалектикалық материализм тұрғысынан қарағанда. Телефон шырылдайды. Қамажай орнынан ұшып тұрып телефонға келеді. Алло, жатақхана ма? Маған Оспанов керек еді. Теміржан. Иә, Тимур Оспанов. Алло, бұл Темір ма? Теміржан? Алтыным сол. Денің сау ма? Камила қалай? Иә, аман есенбіз. Нәзира неміс тілінен сабақ беріп жүр. Ермектің жазған хатын алдың ба? Иә, жақсы оқып келе жатыр. Бригадир ұрысты? Қалай? Бригадир етіп сайлат дейсің ба? Қашан? Ой, ақылдым менің. Ауыр емес па? Құтты болсын жарығым. Салған ақшаңды алдық. Енді салмай-ақ қой, өздерің жарата беріңдер, жарай ма? Бізге жетеді. Омаржан айына 300 сом алады. Иә, керек жоқ. Хат жазып тұрсаңшы. Хат жаз дейм, хат. Ал Камилаға сәлем айт. Сау бол. Соңынан естілмей кеткені. Бригадир болыпты, бригадир. Жарығым сол. Көзін сүртеді. Осында жүргенде тентектеуші едік. Көз алдыңда қадірлі болмайды екен ғой. Нәзила кіреді, қуанышты. Нәзила, әпке, сенші. Қамажай, тілеуіңді берсін күнім-ау. Ол не деген қуаныш? Нәзила, біздің яғни сіздің Омарыңыз, жаңа ашылған Қарағанды университетінің филология факультетіне кафедра меңгерушісі болып баратын болды. Қамажай, кафедра меңгерушісі? Ойбай, ол әлі жас емес пе? Нәзила, зато оның басы бар. Қамажай, құлындарым менің. Теміржан да бригадир болыпты. Нәзила, Тимур бригадир? Вот дает. Тимур бригадир болғанда, Омар неге кафедра меңгерушісі болмайды? Бүгін той жасамасақ болмас. Қамажай, айтпақшы, Қарағанды дедің ба? Нәзира, иә? Қамажай, демек ол да кетеді десеңші. Нәзила, әрине, барып келіп істейтін, оған өз алдына самолет береді дейсің ба? Қамажай, сөйтіп бұл да өз жөнімен кетеді. Нәзила, өз жөнін емес, үкіметтің тапсыруымен барады. Омар жалғыз сіздікі ғана емес. Қамажай, иә, солай. Бәркім сен де кететін шығарсың. Бәрің де кететін шығарсыңдар. Жан-жаққа тарап. Мен қалайын жападан жалғыз. Нәзила, жалғызсырамассыз. Құдай қаласа, Қамар жақтан кішкене немере ініңіз де келіп қалар. Әкеп тастайды ғой. Одан соң Омар да кешікпес. Қамажай күліп. Ай, тентегім ай, айтқаның келсін. Ол үшін Омаржан әуелі үйренуі керек қой. Нәзила,
Ол жағынан қам жемеңіз. Кафедра меңгерушісі болудан үйрену қиын деп пе едіңіз? Ол Алматыдан Қарағандыға біреу емес, екеу болып барады. Қамажай: Назила, сен студент емессің, аспирантка болдың, абайлап сөйлемейсің бе енді? Назила: Абайлағанда да, абайламағанда да солай. Қамажай: Кім екенін білмейсің бе? Назила: Кім екенін өзің ойлап тапшы. Қамажай: Қайдан білейін? Осы күні қыз көп, шошаңдаған біреу болмаса жарар еді. Назила: Жоқ, шошаңдаған емес, өте сыпайы, ақылды, көрікті. Сізді туған әпкесіндей сыйлайды. Оның үстіне мен сияқты неміс тілінен сабақ береді. Қамажай: Не дейді? Мыналарды жын ұрған шығар. Гаухар? Назила: Дәл таптыңыз. Қамажай еңселіп тұрып қалады. Не болып кеткен бұл? Бәрің шеттеріңнен залымсыңдар. Назила: Ол екеуінің залымдығы жоқ. Залымына менмін. Екеуін былай иіп әкеп қолмен көрсетеді. Тоқайластырдым да қойдым. Қамажай: Ұят болды. Енді не амал бар? Назила: Ұят ештеңесі жоқ. Қайта алғыс айтсын. Бірін-бірі жақсы білетін адамдар қосылу керек. Жақында шақыру билеті дайын болады. Қамажай: Осыдан екеуі көзіме көрінер ме екен, а? Назила: Омар ұзақ уақыт тіл қата алмай жүріпті. Ақырында отырған сәкісінен ұшып тұрып, мен сізбен советтік семья құруға әрқашан дайынмын деп тоқ етерін бірақ айтыпты. Екеуі қосыла күледі. Қамажай: Ал енді сенің ғана кетуің қалды. Назила: Жоқ, ешқайда да кетпеймін. Қамажай: Тентегім-ау, сонда тұрмысқа шықпайсың ба? Назила: Шықсам да, шықпасам да, өмір бойы сенің қасыңда болам. Үйде той, ұзын стол лықа толы. Қарсы беттегі қабырғада ана портреті. Оның астында 60 жас деген жазу көрініп тұр. Көрші әйел кіреді. Қолындағы гүлін стол үстіндегі вазаға қояды. Әйел: Әй, бақыт деген осы екен ау, Қамажай. Аналарыңның тойы құтты болсын. Бәрін жеткіздің, бәрін өсірдің. Азамат деген сендей ақ болсын. Қамажай: Көңіліңізге рахмет. Темір мен Омардың келетін уақыты болды. Кешігіп жатыр. Әйел: Келеді ғой. Қара шаңырақ оларды қайда жіберер дейсің? Әй, Қамажай, өздігіңді орындап жеткіздің. Омарың ғалым, Тимурың бригадир, Нәзилаң мұғалім, Ермек оқушы. Енді өзіңді ұмытпасаңшы, саған ешкім ренжи қоймас. Қамажай: Қайда, осылардың анасын жоқтатпаймын деп жүріп, шын ана болып кеткен сияқтымын. Бәрі жас баладай көрінеді де тұрады. Әйел: Той, Қамажай, қызықсың-ау. Сенің орныңда басқаны қайдам? Мына менде төз алам ба жоқ па білмеймін. Білсем де, қолымнан келмес-ау деп қорқам осымен. Қамажай: Менікі қайбір жүректіліктен дейсің. Осыларға деген мейірімнің шарпуы шығар. Әйел: Айтпақшы, үйге шалда келіп қалған шығар. Әлгінде жиналыста отырмын деп звондап еді. Келсе осында ертіп әкелейін. Қазір қайтып келем, жарай ма? Шығып кетеді. Ермек келеді. Қолында телеграмма. Өзінше көбірлеп оқып келеді. Қамажай: Не болды, тыныштық па? Бұл не? Телеграмма? Япырай, жүрегім бір нәрсені сезген сияқты еді. Әкелші бермен. Оқиды. Репродуктор. Мамуля, бригаданың жылдық жоспарының орындалу жайлы өндірістік басқарма алдында ертең есеп беруіме байланысты бара алмайтын болдым. Ол үшін бәрінен 1000 мәрте кешірім сұраймын. Тимур. Мамуля, кешір. Ғылыми коммунизмнің теориялық мәселелері бойынша Москвада өтетін халықаралық жиынға шұғыл аттанып бара жатырмын. Қайтар жолда міндетті түрде соғармын. Өзіңді құшақтап сүюші Омар. Қамажай: Сөйтіп, бұлар келмейтін болды. Ермек: Әпке, олар келмей ма? Қамажай: Иә, келмейтін болды. Жұмыстан қолдары босамай жатыр. Кешірім сұрап. Ермек телеграмманы қолына алып, орындық арқалығына сүйеніп, үнсіз. Ермек: Бұрын мына жерде мына жерде Тим отыратын. Енді бәрі жоқ. Олар бізді енді сағынбай. Қамажай: Неге? Олар келеді. Жұмыстан қолдары босаған бойда келеді. Бар, жуына ғой, тамақ ішеміз. Ермек басқа бөлмеге кетті. Олар әлі жоқ. Қайтымыз. Тойды өзіміз өткіземіз. Бүгін көңілденетін күн еді. Ән салатын күн. Амал бар ма? Назила да кешігіп жатыр. Қазір барам деп телефон соғып еді. Ай, мейлі, бастай берейік. Әйел: Ойбай-ау, саған не болған ай? Қазір бәрі жиналады.
Менің шалым да киініп жатқан шығар. Қамажай: келсе келе жатар. Ашшана шампанды. Көрші әйел шампанды ашады. Қамажай: құй, өзіңе де, маған да. Ол құяды. Қамажай стақандағы шампанды төл салады. Әйел оған таңданып қарап қалған. Сол кезде барып жыртылып бара жатқан телеграмманы көріп, оны қолына ала береді. Қамажай: өзіміз-ақ өткіземіз. Өзіміз-ақ. Олардың қолдары тимейді. Өзіміз-ақ. Өзіміз. Шымылдық.